Bir аптадан кейін 23 және 24 сәуір күні Қазақстан Ассамблеясының кезекті сессиясы болғалы жатыр. Естеріңізге сала кетейін, 2022 жылы осында сессияда Тоқаев біздің ата заңымызға байланысты өзгерістер енгізу туралы ұсыныс жасап, көп ұзамай референдум өткізген. Сол секілді бұл отырыста біздің мемлекетімізге байланысты, тәуелсіздігімізге байланысты, болашағымызға байланысты осындай ұсыныс жасамайтынына кім кепіл бере алады? Сондықтан біз алдын ала Алға Қазақстан партиясының бастамашыл және ұйымдастыру топ мүшелері одақтық мемлекетке Ресейге қосылуға түбегейлі қарсы екенімізді айтамыз. Және халыққа үндеу тастаймыз, челлендж жариялаймыз. Өздеріңіздің қарсылығыңызды білдіріп, осындай үндеу тастаңыздар. Билік естісін халықтың дауысын. Алға Қазақстан. Мен Қазақстанның Ресей құрамына кіруіне қарсымын. Біз Алға Қазақстан партиясы челлендж жариялаймыз. Қазақстан тәуелсіз, қуатты, демократиялық мемлекет болуы қажет. Мен елімнің еркіндігі мен егемендігі үшін күресемін. Сіз де челленджге қосылыңыз. Біріксек, біз алып күшпіз. Алға Қазақстан. Мен Елдос Досантегі, Алға Қазақстан партиясының бастамашыл топ мүшесі. Біз Алға Қазақстан партиясы Ресейдің құрамына Қазақстанның кіруіне түбегейлі қарсымыз. Біз челлендж жариялаймыз. Бүкіл қазақ халқына үндеу тастаймыз. Үндеуіңізді шығарыңыздар. Алға Қазақстан. Казахстан – независимая страна. Наши предки боролись за независимость. Поэтому мы этого забыть не можем. Я и мои сторонники партии Алға Қазақстан против присоединения Казахстана к России. Алға Қазақстан. Мен Қазақстан азаматы Марат Мұсабаев. Еліміздің Ресей құрамына қосылуына қарсымын. Мен Қазақстанның Россия құрамына кіруіне түбегейлі қарсымын. Алға Қазақстан. Қазақстан тәуелсіз, қуатты және демократиялық мемлекет болу керек. Біз оның еркіндігі мен егемендігі үшін күресеміз. Біз Алға Қазақстан партиясы жариялаймыз. Мен Қазақстанның Ресей құрамына кіруіне қарсымын. Тәуелсіздік әр азаматтың жүрегінде ерекше орын алатын құндылық. Біз бұл еркіндікті бағалап, оны сақтап, жас ұрпаққа еліміздің болашағы болғандықтан елін сүйетін патриот болу керек. Қазақстанның тәуелсіздігі біздің мақтанышымыз, рухани байлығымыз. Осы тәуелсіздігімізді сақтап қалайық. Мен Қазақстанның Ресей құрамына кіруіне қарсымын. Алға Қазақстан. Мен Қажы Төрекұлы егеменді елімнің Ресей құрамына қосылуына қарсымын.